Әйелдер гормондары жайлы жалғастырайық. Әйел ағзасына маңызды гормондар. Эстроген. Ол сұлулық гормоны болып табылады. Эстроген әйелді әйел ететін гормон, ол эстроген болып табылады. Неліктен? Ол этекір циклын реттейді. Тері мен шаштың әдемілігін сақтайды. Көңіл күй жұмысын жақсартады. Эстроген азайған кезде етеккірде бұзылыстар байқайсыздар. Тері мен шаш нашарлайды. Ашушаң күйзеліске жиі ұшырап отырады әйел адам. А прогестерон келесі гормон, ол тыныштық пен тепе-теңдік гормоны. Прогестерон жүктілікке дайындық пен ішкі тыныштыққа жауап береді. Ол овуляциядан кейін пайда болады. Егер прогестерон төмен болған жағдайда етек келер кезде ашушаң, ұйқысыздық, жүктілікке кедергі болуы мүмкін, іш кебу, іштегі ісіну сезімдері болады. Егер гормондардың негізгі бұзылыстарына келсек, бұл опять же етеккірдің тұрақсыздығы, бетте безеулердің пайда болуы, арықтау немесе семіру, шаш пен тырнақтың, терінің бұзылыстары, жүктілік кезде қиындықтар болуы мүмкін, немесе жүктілік болуға қиындықтар болуы мүмкін. Қандай анализдер тапсырасыздар? Қыздар қауымы. Эстрадиол, прогестерон, ЛГ, ФСГ, тестостерон тапсыруға болады. Пролактин және ТТГ-ге мән береміз. Гормонды қалай реттейсіздер қарапайым өмірде? Ұйқыны қалпына келтіру 7-8 сағат кем дегенде. Әрине ыңғайсыз, балалы, үйдің тірліктері, бірақ та міндетті түрде ұйқыны реттеуге постарайтесь. Кофені қантты азайту, спортпен айналысу, алдыңғы видеода айтқандай хотя бы 20 минут, стрессті азайту және дәрігердің тағайындаған еміне жүгіну. Егер де дәл осы сұрақтар сіздерді мазалап отырса, сізде осындай белгілер бар болса, онда анализ тапсырып, себебін анықтап, сұрақтар болса маған жазыңыздар. Және де гормонды қалай болса солай тапсыруға болмайды. Оның өзінің бір календары болады. Егер маған жазсаңыздар, қай уақытта қашан тапсыру керек екен, сіздердің циклыңызға байланысты тағайындап беремін.